Алмасу заңдылығы. Бұл тақырып менің шынайы, мені қарап отыратын, үзбей видеоларымды көретін көрерменіме арналады. Егер сен мені қарайтын болсаң, мына видео сенің өміріңнің өзгеруіне 100% көмектесетініне мен сенімдімін. Бұл не заңдылық? Алмасу заңдылығы дегеніміз достар, қараңыздаршы. Көпшілік проблема өмірде осы заңдылықтың бұзуынан келіп шығып жатыр. Яғни кіріс-шығыс заңдылығы десек те болады. Мысалы, бұрындары не болды? Ақшаның мысалында келтірейін, қазір оны өмірімізге саламыз. Бұрындары бір темір берсең, оған күріш берген, ақша болған жоқ. Күріш алған адам бар тамақ жейді. Көрдіңіз ғой? Сондай бір алмасу заңдылығы болды. Кейін бұл алмасу заңдылығы ақшаға айналды. Сен мына затты тұрыпты, осыған ақша төлеп аласың. Вот алмасу ма? Алмасу. Анаған ақша бердің, өзіңе қажет затты алдың. Алмасу заңдылығы. Не үшін ұрылар бұл заңдылықты бұзғаннан кейін олар ұрылар, оларды қамайды. Себебі заңдылықты бұзып отыр. Олар барды тек алып кетті болғаны. Обратно ештеңе берген жоқ. Заңдылықты бұзғаннан кейін олар түрмеге қамайды. Көрдіңіздер ме? Себебі олар ұрылар. Осы ең маңызды өмірлік заңдылықты бұзды. Енді достар арасында салайық. Енді қараңыз, бұл алмасу заңдылығы достар арасында өте маңызды. Қыз бен жігіттің арасында маңызды. Ата-ана мен бала арасында да маңызды. Егер сіз бір досыңыз сізге қатты көмектесіп жүр, бірақ именно ол сізге іс түскен кезде сіз оған көмек бермей кеттіңіз. Алмасу заңдылығы бұзылды ма? Бұзылды. Себебі ол сізге берді, бірақ сізден ештеңе қайтпай қалды оған. Заңдылық бұзылды ма? Бұзылды. Есесінде не болды бізде? Отношения үзілді. Екі дос бір-бірімен араласпай қалды. Тым жақсы дос. Қыз бен жігіт. Қыздан тек ала берсе, немесе қыз жігіттен подарок ала берсе. Вот, обратно связь болмаса бір-біріне деген. Қарым-қатынас бұзыла ма? Бұзылады. Ата-ана мен баланың арасындағы алмасу заңдылығы қалай жүреді? Ата-ана барын береді, өздеріңіз жақсы білесіздер. Анаңыз қалай сізге барын берді, әкеңіз қалай сізге барын берді. Но бірақ есейген соң сіз оны тастап кеттіңіз. Заңдылық бұзылды ма? Бұзылды. Көрдіңіздер ме? Сіз оларға қартайған кезінде көмектесіп, оларға барынша мейірім беріп, жағдай жасап қойсаңыз, вот заңдылық орындалды. Көрдіңіз ба? Вот. Енді мынандай тағы бір мысал келтірейін. Мен өзім медколледжде оқығам. Медколледжде оқыған кезде біз практикаға баратынбыз. Практикада өте көп студент болғаннан кейін ол жерде дәрігерлерге ұнамайды ол. Барлық студентке үйрету. Және олардың уақыты жоқ, себебі олардың негізгі мақсаты пациентті емдеу ғой, студенттерді оқыту емес. Ал енді қараңыз. Ол сізге қатты должен емес дәрігерлер практика үйретуге негізі. Бірақ сіз сол жерге алмасу заңдылығын енгізсеңіз, ол жерде дәрігермен жеке жұмыс жасауға керемет мүмкіндік болады. Сіз себебі заңдылықты бұзбайсыз. Мысалы мен өзімнің мысалымды келтірейін. Менің травматолог ағайым болды, дәрігері болды, мықты бір 40 жылдық тәжірибесі бар травматолог дәрігері болды больницада. Сонша студенттің арасынан сол кісімен мен ғана жүрдім. Бүкіл больницада, бүкіл колледж қызығатын маған. Мә бері қалай жүрсің, бізде жүрекші. Просто олар заңдылықты білмейді достар. Мен өзімді ақылды деп санамаймын, бірақ мен ол кезде түсіндім. Себебі бірдеңе алу үшін бірдеңе беруім керек. Оның алмасу заңдылығы екенін мен жақында ғана түсіндім. Соны сіздерге теория ретінде түсіндіріп отырмын. Мен не жасадым? Ол кісінің жанында жүрдім. Ағай, жаныңызға барайыншы мен, деп жаңағы кабинетіне кіріп алам. Барып ыстасып тұрам әйтеуір. Былай шығарып жібереді, қайтадан кірем. Мен солай көзіне түстім. Сөйтіп, ол мені кабинетіне апарды, өзінің жеке дәрігерлер отырады. Баратын жерінде мен ол кісіге массаж жасап бердім. Маған западло емес ол. 18-17 жасар кезінде маған западло емес ол. Үлкен папамнан үлкен кісі. Иығында сыма бар екен, сүйектің ішінде. Сол қақсайды деді, берік маған массаж жасап берші деді. Мен қиналмай массаж жасадым ол кісіге. Есесіне маған ол кісі түнде бір өзімді ночқа қалдырып, операцияға алып келеді. Екеуміз ғана кіріп операция жасаймыз. Мен ассистент боламын жанында. Үнемі тяжелый жағдайма берік жүр көріп қайтанады. Мен қасымда жүр көр деп маған айтады. Себебі мен ол кісіге шынайы массаж жасап бердім. Мейіріммен массаж жасап бердім, қолымның ұшында емес. Алмасу заңдылығын түсіндіңіздер ме кішкене болса? Вот, дәрігер сізге бірдеңе беру үшін сіз оған бірдеңе бере алуыңыз керек. Бұл медициналық универде оқитын студенттің мысалында ғана пример. Түсінікті ма? Көрдіңіз ғой? Сіз не бере аласыз, соны ойлау керек. Ол сізге беретін заты миында тұрыпты, бере алады ол. Бірақ сіз оған обратно не бере аласыз? Соны ұмытпау керек. Көрдіңіз ғой?
заңдылық деген осы. Енді бір жұмыс мәселесінде қарайық. Бір бизнесмен, мысалы мен бизнесменмін, менің алдыма бір командамын бір қосылғысы келген бір маман келді. Маған айтады, өзінің условияларын қояды. Айлық деп жүгіре береді. Бірақ маған айлық туралы көп айтады. Маған осындай айлық берсеңіз, сізде жұмыс жасаймын. Бірақ ол өзінің маған не бере алатынын айта алмайды. Ал бизнесмен үшін маңыздысы ол маманның компанияға не бере алатыны ғой. Дұрыс па? Қаншалықты сен компанияға құндылық бере аласың? Айлықтан проблема жоқ қой. Бизнесмен көріп отырса береді оған. Мысалы мен бизнесмен болсам, командамда мықты бір құндылық бере алатын болса, мен беремін ол кісіге ақша. Дұрыс па? Ал тек қана айлық бер десе, аман болыңыз, біз басқа маман іздейміз деп айтады. Заңдылық бұзылды да, себебі барлық адам солай айлыққа ғана жұмыс жасайды. Белгілі бір компанияға барар кезде айлықта емес, бірінші мен сіздің компанияңызға осындай зат бере аламын. Мен осындай жұмыстар менің қолымнан келеді. Мен бірнеше жұмыс жасай аламын деп барсаңыз, бірнеше құндылықты орындайсыз. Сол кезде заңдылық бұзылмайды. Көрдіңіз ғой? Вот бизнесменге сіздің компаниясында қандай құндылық беретініңіз маңызды. Міне алмасу заңдылығы деген. Осы кез келген жерде достар, бұл заңдылықты бұзбаңыздар. Мен не үшін онлайн курстар өтем ақылы, не үшін близкий друзьям ақылы мен. Консультация ақылы менде. Себебі заңдылық. Мен біреу үшін уақытымды арнап отыруға міндетті емеспін. Тегін ақпараттар ютубта толып тұр. Курстардағы ақпараттар ютубқа салынбайды, себебі заңдылықты бұзбау керек. Автордың еңбегі деген бар. Менің знаниям сондай бір продукт жасалып тұрып тұр менің білімімнен. Сол продуктты сіз ақшаңызды төлеп сатып аласыз. Вот ешқандай проблема жоқ. Сіз маған келіп массаж жасамайсыз, сіз маған келіп бір көмектеспейсіз. Жай ғана барып ақшаңызды төлеп сол білімді алып аласыз. Болған. Көрдіңіздер ме? Мысалы, ақша бұл алмасуға өте керемет ыңғайлы құрал. Сол үшін бір жерде ақша сұраса, бірден ойланып қалмаңыз олай. Ол дұрыс түсіну керек, себебі ол заңдылық. Себебі тегіннің, қалай қазақта керемет мақал бар. Тегіннің сорпасы татымас, сондай керемет сөз бар да. Тегінге жүгіре берсеңіз, сіз уже заңдылықты бұзып жатсыз. Біреуден ала берсеңіз, біреуге бермесеңіз, ол заңдылықты бұзып отырсыз. Сол үшін осы заңдылықпен жүруге кеңес беремін сіздерге. Сіз қандай маман болмаңыз, менен үлкен болыңыз, менен кіші болыңыз, медицина саласында оқыңыз, оқымаңыз, мүлдем басқа мамандықта болсаңыз да, осы заңдылық сіздердің естеріңізде болсын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Беркен Мұханов. Келесі видеоларда көріскенше.